Достар, жасанды интеллект боттарын жасағанда сіз API деген нәрсені көп қолданасыз. Енді ол не нәрсе және UI мен қандай айырмашылығы бар, соны айтып кеткім келіп тұр. Ең бірінші мына таблицаға қараңыз. Бұл жерде сіз Атыраудың 7 күндік ауа райын көре аласыз, иә. Бізге адам ретінде бұл таблицаны оқу оңай. Мында суреттер бар, жазулар бар, температура бәрі көрсетілген. Ал мынау бізде API. Бұл деген компьютерлерге арналған ақпарат. Былай қарасаң қиын да бұны түсіну. Мысалы мына жерде жазылып тұр: 21 сентябрьде мынандай ауа райы максимальный болады, 21 градус, минимальный 14 градус болады деп тұр да. То есть дәл сол информация мында да бар. 21 күні температура максимальный 20 болады, минимальный 13 болады. Бірақ адам ретінде бізге мынау ақпаратты қабылдау оңайырақ, чем мынаған қарағанда. Бірақ компьютерге керісінше мынаны қабылдау қиынырақ мынаған қарағанда. Түсінікті ма? Ал сіз бот жасағанда именно компьютерге түсіндіруіңіз керек. Сол үшін сіз осындай форматты қолдануыңыз керек. Бұл формат бізде API, мінекей API, Application Programming Interface. Ал мынау бізде UI, User Interface. Енді қараңыз, неге компьютерге бұл ақпаратты қабылдау қиын? Қазір қараңыз, мына жерге басамызда inspect деп бассаңыз, бұл парақшаның кодын көре аласыз. Көрдіңіз ба? HTML код. Мынаны оқытқызу компьютерге өте қиын. Енді қазір жасанды интеллекттің арқасында оңай, бірақ дегенмен қиынырақ, чем мына API қарағанда. Мынаны өте оңай оқытқызасың компьютерге. Массивті оқы деп айтасың. Біз мынаны оқы, мынаның бәрі массив. Өте ыңғайлы. Бұл JSON форматында сізге берілген. Бұл JSON форматындағы ақпаратты қайдан алдық? API-дан алдық. Мінекей. Мына сайт бізге бесплатно API беріп тұр. Forecast, бүкіл параметрлар бересің осы API-ға. Ол сізге осындай ақпарат береді. Сол қысқаша айтатын болсам, солай негізі асықпай дұрыстап тереңдетіп түсіндірсем де болады. Бірақ бұл видео қысқа, сондықтан қысқаша API не үшін керек және UI мен айырмашылығы қандай, осылай достар. Айтпақшы, API-ді мен шын өмірдегі мысалдармен дұрыстап толығырақ үйреттім өзімнің сабақтарымда, жабық тобымдағы. Мысалы, Каспи чекті тексеріп, автоматты түрде жабық телеграм топқа қалай адамды автоматически салуға болады, соны мысалы API-мен жасадық та. Осы нәрсе сізге қызық болса, онда өзімнің жабық телеграм тобыма шақырам. Ол топ туралы толық ақпаратты алу үшін маған топ деп жазып жіберіңіз. Өзімнің жабық телеграм тобыма шақырам.